Ауданымызда тазалық, көркейту, көгалдандыру айлығы басталды. Осыған орай 5 сәуір күні барлық мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, жеке кәсіпорындардың қызметкерлері сенбілікке шықты. Қызылтал шағын ауданына жеткізетін тас жол аумағына тазалық жұмыстары жүргізіліп, қоқыстар жиналды. Тазалық шарасына 150-ге жуық қызметкерлер қатысты. Осы жиналған қоқыстарды біздер жаңа жинап, сосын мердігер ұйымдар осы қаланың полигонына апарып тастайды. Аталған шара 1 ай өткізіледі. Жиналған қоқыстарды арнайы қоқыс төгетін орындарға шығару мен Докастройком, Гранд Азия және Зеленстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің техникалары айналысты. Барлық ұйымдар мен мекемелерден шыққан қызметкерлер ұйымшылдықпен атсалысты. Тазалық айлығына байланысты сенбілік ұйымдастырылып жатыр. Біздер білім беру бөлімі атынан да өзіміз үлесіміз қосайық деп әріптестерімізбен шығып, осы сенбілікке қатысудамыз. Ақсай, Қызылтал аралығында тас жол жағалауларын жинаудамыз. Енді тазалық деген денсаулықтың кепілі, барлық жерлестерімізді, ауылдастарымызды баршасын осы тазалық сақтауға шақырамын. Үйдің айналасын жинауға, қалай еді осылай көпшілік, мынау енді қоғамдық жерлер барлығына көмектесуге атсалысайық деген келеді. Абаттандыру қағидасына сәйкес әрбір жеке тұлға өзінің ауласынан 5 метр жерге дейінгі іргелес аумақтарды жинап, қоқыстан тазалауы қажет. Олай болмаған жағдайда айыппұл салынады. Қоқыстарын жинап, жаңағы строительный мусор дейміз ғой, солардың бәрін жинап алып тастау керек. Егер де оны жинамаған жағдайда, мысалы қала әкімі аппаратының мамандары жаңа сол кісіге келіп хаттама толтырады. Біріншіден осы хаттаманы толтыру кезінде бірінші ескерту береміз. Одан кейін 1 жылдың ішінде мусор жиналмаса, мысалға, оған уже штраф төленеді. Штраф 20 МРП. Анаргүл Көшербаева, Азамат Папагожиев, Қарашығанақ телеарнасы.